2024 жылғы 1 шілдеден бастап зейнетақы жарналарын төлеу жөніндегі ережелер өзгереді. Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын төлеу жөніндегі қағидаларға өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін үкіметтің қаулысын дайындады. Сонымен бірге агенттердің төлем тапсырмасын және пайдасына міндетті зейнетақы жарналары аударылатын жеке тұлғалардың тізімдерін ұсыну тәртібін сақтау ұсынылады. Бұл талап әлеуметтік кодекстің 38 бабының ережелеріне сәйкес келеді. Оған сәйкес міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есепке алу үшін жеке зейнетақы шотындағы агенттер ұсынатын жеке тұлғалардың тізімдері негізінде ашылады. Бұдан басқа, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын аудару кезінде қателер анықталған жағдайда, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарға міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын аудару, сондай-ақ міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарды бірыңғай жинақтық зейнетақы қорына уақытылы аудармаған кезде өсімпұл төлеу және берешекті өндіріп алу тәртібі мен мерзімдері көзделген. Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын аудару кезінде қателер анықталған жағдайда, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары аударылған жеке тұлғалардың, агенттердің, мемлекеттік корпорацияның, банктің және бірыңғай жинақтық зейнетақы қорының іс-әрекеттері, сондай-ақ міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын бірыңғай жинақтық зейнетақы қорына уақытылы аудармаған кезде өсімпұл төлеу және берешекті өндіріп алу осы тараудың 1 параграфында көзделген тәртіппен және мерзімдерде жүргізіледі делінген жаңа тармақта. Міндетті зейнетақы жарналарының ережелерінде азаматтық құқықтық сипаттағы шарттар бойынша табыс алатын жеке тұлғалар үшін міндетті зейнетақы жарналарын төлеу жөніндегі агент сияқты ұғымды алып тастау көзделген. Өйткені әлеуметтік кодекске сәйкес мемлекеттік жекеменшік әріптестік шарттары бойынша алынған кірістерден жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын төлеу көзделмеген. Сондай-ақ, міндетті зейнетақы жарналарын есептеу және төлеу объектісі болып табылмайтын төлемдер мен кірістер түрлерінің тізбесі нақтыланды. Қаулы 2024 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі деп жоспарлануда. Құжат 2024 жылдың 13 мамырына дейін ашық талқылау үшін ашық НКА сайтында орналастырылған.